істеп отырған көресіздер. Және мен жалғастыра берейін, назарыңыз менде болсын. Осы мұнай, Қашаған мұнай зауытқа өткен жылы үлкен көлемде келе бастады, биыл оның саны артып бара жатыр. Ал жалпы ол мұнай дегеніміз Атыраудың оңтүстік шығысы мен солтүстік батысында орналасқан екі мұнай айдау станциясынан күнделікті әсер болды. Жер қай жақта, сол жақта бар. 80 миллион тонна қазақ мұнайы Атыраудың өңешімен шеркесінен өтіп отыр. Ал қазір істеп қараңыз, осыны естілетін шыңғырылды, ебелді кейінген тиесілі осы салыстыратын технологияларды жүзеге асырмай, осыны сасып болып істеп қараңыздар, міндетті түрде. Сіздер осы өмірмен танысу үшін келдіңіздер. Танысу үшін келдіңіздер. Өздеріңізде сөйлестіңіздер ғой, бірақ біріншіден халықты тыңдау керек, осы жердің мәселесін тыңдау керек. Ескеңіздер. Аға мырза, сіздің сұрақтарыңызға жауап берейік. Мен бір-бірімізді сыйлайық, айналайық. Екіншіден, Атырау мұнай өңдеу зауытында кешегі айтылған тағы рекомендация қандай болатын? Кез келген жұмысты бастамаушы жұмыстар жүреді. Біздер Атырау мұнай өңдеу зауытынан шыққан шығарындылардың сейілу аумағын білгіміз келді. Сондықтан Бұна ешті траекторияның басында 24-те жеті күні түні құжатын тек қана 1000 метрмен сараңыз министрдің орнына ескеңіз. Министрдің өзі ашады қалай? Ол халыққа қисайып зоры ол деген қисайып істеп отырған. Ал бұл заңдылықта жоқ. Аға мырза, бана сіздің сұрақтарыңызға байланысты менің жаңағы талды келіп отырғанына өте қуаныштымыз. Жалпы біз қанша рет байқаймыз, қаншама келелі маңызды отырыстар болып отыр. Біріншіден экология министрі Ерлан Нысанбаев мырза ешқашан ат басын бұрып бұл жерге басын көрсеткен жоқ. Қазақстанның картасында, экологиялық картасында қызылмен жанып тұрған өңірге аяқ баспау деген мен ойлаймын. Мен сіз өшіріп әлде қалай? Жеткізіп барасыз, құрметті Қошыбаев мырза. Келесіде өзі келіп қарасын көрсететін болсын. Бұл білмеймін енді қалай деп бағалауға болады. Екіншіден, бұл жерде заң шығарушы орган отыр. Қаламдарыңызға түртіп отырыңыздар, нақты ұсыныстар болады. Біріншіден қазір МСЗ-дан сөйледі ғой. Біздерге жалпы мынау мұнай өнімдерін өңдеу саласындағы зауыттың жұмысына байланысты біз нені көрдік өткен жылға қарағанда. Ең біріншіден МСЗ-ді бізге аудит жасады. Атырау мұнай өңдеу зауыты 5 қарусай кешенді экологиялық рұқсатты алуға дайын деп бізге былайша айтқанда сараптама берді. Бірақ оның олай емес екенін мылжасын шығарды. Бұл жерде Галина Христофоровна Чернова, өзім Шарорман деп қыздар секілді басқа да мамандар айтты. Неліктен ондай теріс ақпарат берді? Екіншіден, өздеріңіз білесіздер, жалпы мұнай газ химия саласынан орындарыңызға ес баратын шығар. Этил меркаптан деген бұл жалпы химиялық элементтердің ішінде ең қолы токсинді және өте иісі өткір нәрсе. Осы нәрсе біздің халықтың кейін тыныс алуына кесірін тигізіп отыр. Ал осы Қашаған мұнайы, өзге де мұнайлардың құрамдары бар дүниені Атырау мұнай өңдеу зауыты қабылдай бастады. 23-тен бері, 24-тен бері биылда оның көлемін арттырып отыр. Ал осыны қабылдар кезде ол газ бен мұнайдың ішіндегі заттардың тотасын айырып, сепарация жасап, осыны бөліп алатын техникалық құрылғы бұл НДТ справочниктің ішінде жоқ. Ондай бенчмарк деген де бар. Озық елдердің үздік технологияларын біздің елге әкеліп қондыру. Оны осы жүзеге аспай отыр. Осыны енгізу керек деп айтып отырмыз сізге. Заңнамалық ешқандай қатпалған ештеңе жоқ. Совершенство нет предела. Енгізіңіздер. Екіншіден, мынау сол тауарлы паркқа бірінші құйылады, ол мұнай. Құйылғаннан кейін ол жерде болану процесс жүреді. Қалай біз оны пантон десек те, қалай оны қалқымалы қақпақ десек те, одан шығатында рекуперация жасаймыз десек те, мына УЛФ деген бар, улавливающее устройство, оның өзі өте дұрыс емес жұмыс жасауда. Өткенде біздің бардық Аңөздің қасында, оның солтүстік бағытындағы тұрған резервуарлар, қай резервуар деп, дәл осы резервуар Лёгких нефтей деген бар. Соның иісі деген кәдімгі мүмкін емес.
қазір оның несін сіздерге ескертемін. Ал енді келесі мәселе. Жалпы мен біріншіден мәселе өте көп, барлық компанияларға байланысты күрмеу шешілмей отырған мәселе көп. АМӨЗ-ден басталды. АМӨЗ-дің жалпы көгалдандыру бойынша сауалына тоқталғым келеді. Қараңыздар. Мен құрметті Еркін Борисұлы халыққа көрініп тұрсаңыз. Көрмейтін кім екен ол? Сіз айтыңызшы маған, бизнес сектор деген кім және көгалдандыру жұмыстарға оның қандай қатысы бар? Қандай екен бұл жерде біздер интерактивті жұмыс болу керек? Нақты сұрақтарыңызды беріңіз. Нақты сұрақ, қазір мен енді нақты сұрақ елдің атынан сөйлеп отырмын. 700 мың халықтың атынан сөйлеп отырмын мен. Бизнес сектор не үшін керек? Нақты сұрақ қой. Ол қандай сұрақ қай жұмысқа байланысты? Жалпы Атырау мұнай өңдеу зауытының алға жоспарлап отырған көгалдандыру жұмыстарын жүзеге асыру барысында сіз конкурс жариялап, соның ішінде бизнес секторды енгізген екенсіз. Біреу емес, бақандай 5 адам. Неліктен? Ол қазіргі таңда ол енді ойнатылып жатыр. Егер де ол жүйеге сай келмесе, Жас жауап бермедіңіз, өзіңіз білмейсіз.